Жастар дәстүрлі құндылықтар үшін дәл осындай атаумен Қарағандыда халықаралық форум өтуде. Басқосу барысында қоғам қайраткерлері, депутаттар мен облыс белсенділері зайырлы мемлекеттегі діннің әйелге қатысты тұжырымдары және діни радикализм мен экстремизм әсеріне жол бермеу мәселелерін талқылады. Әсіресе діни радикалдардың қаруына айналған әйелдер қауымының қоғамда, отбасында кемсіту көретін нәзік жандылардың мәселесіне баса назар аударылды. Форум аясында жастар саясаты мәселелері де талқыланады. Атап айтса, жас қазақстандықтардың белсенді азаматтық көзқарастарының қалыптасуында діни, моральдық тәрбиемен байланысты аспектілерін талдау. Бұл тақырыпқа зайырлы мемлекеттегі дін, қоғамдағы әйелдер қауымына қатысты діни экстремизмге жол бермеу мәселесі де жақын. Ұйымдастырушылардың айтуынша форумның басты мақсаты жастардың бойында дәстүрлі құндылықтар мен жаңа қазақстандық патриотизм қағидаларын, сондай-ақ белсенді азаматтық көзқарасты қалыптастыру болып табылады. Бүгін біз Қарағанды қаласында жастар дәстүрлі құндылықтар атты үлкен республикалық форум өткізіп жатырмыз. Бұл форумның негізгі мақсаты жастар арасында осы дәстүрлі құндылықтарды насихаттау, оның ішіндегі рухани дәстүрлі өзіміздің салт дәстүрімізді насихаттау. Сондықтан да осындай игі іс-шаралар арқылы біз жастарымызды өзінің елін, жерін, ұлтын сүюге, салт дәстүрін насихаттауға шақырамыз. Шара қорытындысы бойынша Қазақстан, Ресей, Беларусь, Өзбекстан, Украина, Грузия мен Әзербайжан ғалымдарының жұмыстары біріктірілген жинақ шығарылатын болады. Форумды ұйымдастырушылар ғылыми мақалаларды дінтанушылар аймақтағы діни ахуалды реттеу бойынша практикалық жұмыстарына пайдалануы мүмкін екендігін айтады.